Тұғыр.kz ұсынады. Вағанатил уджуху лил хаййил қайюм. Мәңгі тірі, бүкіл тіршілікті ұстап тұрған Аллах Тағалаға жүздердің өздері төмендеп кетеді дейді. Ешкім бет көрсете алмайды, ешкім жүзін батыл қарай алмайды. Жүздер төмендеген. Вақоды хоба мән хамала зулма. Сол күні үмітсіз болады, кім зұлымдық арқалап әкесе дейді. Кім әділетсіздік арқалап әкесе. Әділетсіздіктің ең үлкені ол Аллах Тағалаға серік қосу. Лұқман сүресінде Аллах Тағала баяндағандай: «Инна ширка ла зулмун азим». Алланың хақысына деген зұлымдық, ол Аллах Тағалаға серік қосу, ол ешқашан кешірілмейтін күнә. Ал енді серік қосылудан аман бол. Жалғыз Раббысына құлшылық қылған адам болса, онда адам мен адам арасындағы әділетсіздіктердің бәрі әкеліне деген сөз жерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: «Ва иякум», қараңыздар, «Уаттақу ал-мазалима мастатағтум». Бір-бірлеріңе әділетсіздік жасап қоюдан абай болыңдар дейді. Қатты абай болыңдар осы нәрселерде. Мастатағтум, әрдайым шамаларың келгенше өздеріңді контрольда ұстаңдар. Біреудің ар-жданы, біреудің мал-мүлкі, біреудің тәні, физикасы, еш нәрсесіне әділетсіздік істеп қоюдан сақтаныңдар дейді. Фаиннал абда, өйткені сөзсіз бір құл келеді дейді ол күні. Би хасанатин, қаншалаған жақсы амалдармен. Бұл намазға мұсылмандарды айтып отыр Алла Тағала. Қаншалаған жақсы амалдармен келеді дейді. Аннаху яра, қиямет күні келіп, ол ойда болады дейді. Сондай қараңыз, қандай ойда? Тунаджи, мына жақсылықтарым мені құтқарады деген ойға кіріп кетеді екен. Қараңыз, Алла Тағала солай әкеледі деген, оның жақсылықтарымен, мына жақсылықтар мені құтқарады деген ойда болады дейді. Сөйтіп осылай тұрған кезінде фаятихил абду, қараңыздар, бір құл яқуму, орнынан тұрады дейді сол жерде. Фаяқулу, айтады дейді: «Я Рабби, Раббым, ли абдика хаза мазлама алейя». Қараңыз, мына құлың маған әділетсіздік жасаған. Басталды. Фала язалу казалика. Қараңыздар, сонда Аллах Тағала айтады екен: жаңағы құл менің хақыма әділетсіздік жасаған бұл деп айтылған кезде, умху мин хасанатихи, жақсылықтарынан өшіріңдер соншасын. Қараңыздар, ол жақсылықтар ана кісіге кетеді екен. Ар-жданның кезінде былғанған, кезінде жаңағы тиісілген ар-жданы оның зұлымдықтарына тиіскен, соны алып алады амал ретінде. Көрдіңіз бе? Малына тиіссе қандай нәрсеге? Өйткені ол күні тек қана жақсылық амалдармен ғана сауда болады екен. Өйткені басқа нәрсемен қайтара алмайсың оны. Фала язалу казалика. Сөйтіп құлдар бірінен соң бірі келіп жатыр дейді оған: «Раббым, маған да әділетсіздік жасаған. Раббым, маған да әділетсіздік жасаған. Фама ябқа мин хасанатихи илля зунуб». Күнәларын айтпағанда жақсылықтан түк қалмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Әділетсіздік деген нәрсе қандай да? Сондықтан бір-бірімізбен қарым-қатынас жаңағы ешқандай әділетсіздікті кіргізбеу керек арамызға. Біздің хақымыз жоқ бір-бірімізге тиісуге да. Біз кейде пайғамбарымызды жақсы көреміз дейміз ғой. Бірақ пайғамбарды жақсы көргенде біз оның жақсы кісі екендігі үшін, осындай ұлы тұлға болғаны үшін жақсы көреміз да. Алайда бізге кейбір айтқан өсиеттерінде жақсы көргеніміз көрінбей қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соңғы хұтпада тұрған кезінде: Зулхиджа айы, мынау қандай ай? Бұл қасиетті ай. Қасиетті ай деген сөз, бұл айда күнә жасалмайды. Мынау қандай күн? Яумун нахр, құрбан айт күні. Мынау қандай ел? Бұл Мекке. Осы Мекке қандай қасиетті болса, осы ай қандай қасиетті болса, осы құрбан айт күні қандай қасиетті болса, инна димаакум ва амвалакум ва аградакум харамун алейкум. Қараңыздар, барлықтарыңның ар-ждандарың,
мал мүліктерің, қандарың бір-бірлеріңе сондай харам дейді. Қасиетті екен. Мына кісіге бүйтіп тиісуге болмайды екен. Қараңыз, Құран қандай нәрсені үйретіп отыр. Ар ұжданына тиісуге болмайды, физикасына тиісуге болмайды, малына болмайды. Харам дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қасиетті түрде харам да. Фала таржиғу бағди куффаран яқтулу бағдукум бағдан. Құтбасының соңында андай бір ескертуді айтады. Егер бұл нәрсе істелінбесе, осы өсиет дейді, менен кейін кәпірлерге айналып кетпеңдер сендер дейді. Бір-бірлеріңді өлтіретін дейді. Қараңыздар. Діннен шығаратын күпірлік бар, діннен шығармайтын күпірлік бар. Бір-бірімізбен ұрысып, төбелесіп, бүйтіп қалуымыздың барлығы қиталул муслим куфрун деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Діннен шығармайтын болса да, мұсылманмен төбелесуің, ұрысуың, қараңдар. Ол күпірліктің бір түрі дейді ол. Болмайды деген. Егер біздің арамызда сондай нәрсе болса, онда біз кез келген шайтанға жем болдық. Бітті, шайтан бізді бір-бірімізге қарсы қоя салады екен. Сәжде жасап жүрсек де. Өйткені біз зұлымдық жасау деген нәрседен, жек көру деген нәрседен әлі арылмағанбыз да. Көптеген осындай жамандықтар біздің бойларымызда бар. Құран содан тазартқысы келеді. Сол үшін Құран ескертулерді жан-жақтан жаудырады бізге. Құранның ішіне қарасаң, ескертулерді жан-жақтан жаудырады да. Осы ескертулер сізді толық түзеп шығады. Егер осы өсиеттерді біз орындайтын болсақ та.